Қымбатты көрермен, Таңшолпан бағдарламасының студиясында қонақта өнерлі жұп Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Аллажар ағамыз Хайбар және Әсел ханым Мадекешева. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, қош келдік. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Таңмен таласа оянып, Таңшолпанға әдемі көңіл күй сыйлағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келіңіздер, төрлетіңіздер, сіздердің өмірлеріңізде, шығармашылығыңызда болып жатқан жаңалықтардың барлығы біз үшін, көрермен үшін қызық. Мына жерде енді Аллажар аға тікелей эфирде болып жатыр, біздің тиктоктағы көрермендеріміз де өздеріңіз көріп қойсын, сәлем жолдап қойсаңыздар болады, өздеріңіздің әдемі әңгімелеріңізді ести отырсын деген ниет. Енді мен ойлағам, Аллажар ағамыз осы президент оркестрінің әншісі болды, сол жақтан зейнетке шықты. Осы көптен бері шығармашылықтан қол үзіп қалған жоқ па екен деп ойлағам. Сөйтсем, Аллажар ағамыз керісінше жаңа дем беріп, жаңа әннің сөзін де өзің жазған екенсің. Осы әннің сөзін өзіміз жаздық. Рүстем аға жақсы ән шығарды, содан кейін ол кісі өзіміз ұсыныс жасадық, осындай дуэтке бір жақсы ән тауып берсеңіз деп. Ол кісі өзі шығарды, сонымен сөзін енді жаздық, қосылып, жабылып жаздық қой бірге. Сосын менің атыма кетті ғой. Сіз қабылдадыңыз? Қабылдадым, Шығармашылыққа көңіл бөлуге, әсіресе дуэтке көңіл бөлуге енді уақыт көбірек болып жатыр ғой демек, бұйырғаны енді уақыт көп жатыр, көп бар. Енді бұрында бар, қазірде бар ғой, бірақ ойлайтынымыз осы мен зейнетке шығып алған ең кірісетін шығармын деп. Сөйтсем, шығып алған ең мүлдем уақыт жетіспей қалады екен. Одан да басқа жұмыстар үсті-үстіне. Әсел ханымның да жеке шығармашылығында тамаша жаңалықтар болып жатыр. Ел президентінің қолынан алғыс хат алып, майор деген шенге жеткен екенсіз. Құттықтаймыз. Рахмет. Жалпы енді қанша дегенмен өнер адам болғаннан кейін де, президенттік оркестрдің құрамында жүргеннен кейін де сіздер бәрібір әскери адамсыздар. Енді біз дәл осы тақырыпты бүгін айтып өткіміз келген еді. Көрерменге таныстырып, жалпы президент оркестрінің еліміздегі бас оркестрдің өнерпазы, әншісі қандай тәртіппен жүреді, қандай күн тәртібін ұстанады, сол жайында толығырақ айтып берсеңіздер. Президент оркестрінен қызмет ету ол үшін әуелі ол жаққа бару үшін негізі көптеген конкурстардан өту керек. Ол жақта негізі қарайтын адамның жаңағы
бет әлпеті, оның талабы, таланты, негізі, тегі, оның жан жағы төрт құбыласы түгел болу керек. Бүкіл жаңағы ағайын туысыңға дейін барлығы тексеріледі. Сосын негізгі бағыт өнерменен бет пішіні, себебі қаншама шет мемлекеттерден сол шет мемлекеттердің басшылары келіп жатады. Соған қазақтың өнерін көрсету керек. Сонымен қатар сенің жақсы қабілетің болу керек. Ол қабілетің сол шетелден келген мемлекет басшыларының сол мемлекетінде қандай әндер жаңағы өзінің ұлтыменен ежелден бері жалғасып келе жатқан, бүкіл елі жақсы көретін, халқы жақсы көретін қандай әні бар, соны зерттеп, зерделеп бізге алып келіп береді. Сол әнді кей уақыттар болып жатады. Бір күннің ішінде немесе жарты күннің ішінде әуенін жаттап, сөзін жаттап, сол тілде сахнаға алып шығып, ана келген мемлекет басшысын разы қылу. Осы уақытқа дейін қанша тілде ән білесіз? Қанша ән жаттыңыз? Біз көбінесе әсел айтып жатады, ол жаңағы шет мемлекеттің. Енді ол жақта дәл мұнша деп кемі 20 мемлекеттің әні айтылған шығар енді. Бірақ ол жерде кез келген уақытта кез келген мемлекеттің әнін бере салады. Соған лайықтырып жасап, сол сыртқы форман киіміңе дейін солай киіп сахнаға шығып, сол дүниені орындап беруің керек. Ең қиын деген әндер қандай болды сіз үшін, Әселхан? Қиын енді Қытай тілі шығар мүмкін. Қытай, Вьетнам, Малайзия келгенде. Сол әндер есіңізде ме қазір? Қазір есімде енді Қытай тілі ғана тек. Сол былай жаттайды, айтады ғой енді. Сіз тексересіз? Иә, мен тексерем. Сон Әсел дайындалып айтып жатқанда біздің үйдің бәрі қытайша жаттап кетеді ғой. Сонымен отбасымызбен жаттаймыз. Бүкіл бала шағасы қытайша жаттап кетеді. Жалпы біз әндерді жаттаймыз. Сол күнде айтылып, бір-екі күннен кейін уже ұмытылады. Өйткені біз уже басқа ән жаттау керек болады, уже басқа тілде. Сол үшін біз уже миымыздан алып тастаймыз. Енді келесі әнді де қабылдау керек қой, жаттау керек қой. Кеше ғана осы Эстония елінің президенті келді бізге. Жалпы ең тез қысқа мерзімде жаттаған әніңіз бар ма? Иә, бар. Ол бір 3-4 сағаттық сондай бір уақыт болды. Қай тіл еді? Қытай тілі еді. Қытай тіліндегі ән 3-4 сағат. Оның тарихы бұлай болған ғой. Және өшірілмеген жадысында қалып қойған. Әсел концертке шыққан, бұған алдын ала Қытайдың әні берілген. Сол әнді бұл айтып болғанда, сахнадан кеткенде, жаңа тыңдармандар разы болғанда айтқан ғой, тағы да бір Қытайдың әнін тыңдағымыз келеді деп. Сөйтіп естиді да, ол бұл жаққа жаңағы жүгіріп келеді да айтады, сол әнді тезірек қайттан концерт аяқталғанша сахнаға шығып тағы екінші әнді үлгеру керек. Сонымен бұл әуенін былай бұрын естіп жүрген әуен сөзін білмейді. Сонымен әлеуметтік желіден қарайды, кириллица әріппенен сонымен ретін келтіріп, басқа жаңа Қытай мемлекетінің әншілерінің музыка тыңдап қалай айтып жатқан. Соның бәрін жаңа отырып тыңдап, сол 1-2 сағаттың ішінде соны қайдадан гитарамен несі дайын емес, гитарамен алып шығып айтып, сол жерде қаншама әңгімелеп отырмыз енді. Соған қандай ән екен деген қызығушылық болып отыр. Бір шумағын болса да орындап бере аласыз ба? Это, иә, репертуар Тереза Тен, атақты тайванский әнші кезінде болған. Сол кісінің әнін айтып берейін. Юляң Дао. 你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情也深，我的爱也深，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心，轻轻的一个吻，也轻淡暖我的心，深深的一段心，叫我思念到如今。осындай ән. Жағы 3-4 сағатта жаттаған ән осы? Иә. Оның алдында тағы бір Қытай тілін айтқан, сол себептен олар екінші ән бар ма дегесін, ол жерде бізде енді жоқ деуге болмайды бізге. Жоқ деген сөзді ұмыту керек біз үшін. Сол үшін біз мобильный түрде тезірек тез жаттап, үлгеріп, тез айтып. Енді әуені бұрыннан бар, бірақ сөзі былай білмедім оны. Сол моментте. Осындай форс-мажорлар қаншалықты жиі болып тұрады? Көп болып тұрады. Өте жиі болады. Жиі болады ондай. Себебі ол мемлекеттік шара болғаннан кейін ол ситуациядан шығу керек те.
бәрі разы болатындай қылып шығу керек, сондықтан көп болады ондай. Иә, жалпы енді үлкен халықаралық масштабтағы шаралар ғой жалпы болып тұратын. Енді осы ретте Алжар аға, енді өзіңіз дәстүрлі әншісіз, біз енді өзіңізді келмесе дәстүрлі әнші деп танымыз. Әсел ханым енді классикалық, академиялық вокалды оқыған адам. Енді сіздер қазір дуэт ретінде осы дәстүрлі ән мен классикалық бағытты қалай байланыстырасыздар бір-біріне? Үйлестіру қиын болды ма? Жоқ, енді менің айтып жүрген домбырамен бұл дәстүрлі ән болып есептелгенімен бұл ұлттық классика болып есептеледі. Ал Әселдікі жаңағы мировой әлемдік классика ғой, сондықтан бір-бірінен аса бір айырмашылығы жоқ. Екеуінің жалпы бағыты бір, екеуінің де өресі биік дүние ғой, енді сапалатын дүниелер. Ал бұл жерде енді бар айырмашылығы өзінің енді музыкалық жағынан қарайтын болсақ, постановка дейді, жаңағы дауыс қою, бұлардың айту округленность дейді, енді өзінің музыкалық тілменен сәл өзгешеліктер бар. Ал негізі бағыты бір ғой, бір аса бір айырмашылық ерекшелігі жоқ. Енді сіздердің бір бағытта, бір мамандықта жүргендеріңіз үй ішінде, отбасында көбірек көмегін тигізеді ме? Өйткені бір-біріңізді жақсы түсінесіз. Немесе кері әсері көбірек па? Енді көбінесе бір-бірімізді түсінеміз, тез түсінеміз. Пайдасы көп қой? Иә, өйткені екеуміз де әншіміз, бір жерде оқығанымыз бар. Сосын енді репертуар жағынан да тоже. Жұмыстың қиындықтарын да түсініп жатасыз. Көп нәрсе бір-бірімізді көрермен назарына тыс қалатын. Жұмыс кестесін жақсы білеміз. Сосын біріміз айтып жатқан әнді екіншіміз тыңдап оның қателігін айтып береміз. Немесе бірімізден жақсы жерін айтамыз, мына жер жақсы екен, бұл келеді екен, келмейді екен деген жерлеріне. Репертуар таңдағанда да адамның болмысына, жаңағы дауыс бояуына қарайсың ғой. Сол дүниені сыртқы жаңағы қарап, бір-бірімізге енді ашық айтып береміз ғой. Өкпелемейміз сол. Көбінесе халық әндеріне келгенде бұл кісі енді жақсы біледі ғой, менен қарағанда халық әндерінің иірімдерін қалай бір әдемі жеткізу, айту керек манерасында сол кезде маған түсететін бұл кісі маған әріптеріне дейін ғы, қ деген, деген мысалы жаңа қарлығаш әннің аты жырымды айтам дегендейсе мысалы өзінің бір нелер сөздері нюанстар бар, жаңағы фортепиано музыкалық тілмен айтқан сол дүниелерін көрсетіп айтып беріп жатырмыз. Әріптердің а емес ә қылып айт деген сияқты. Толық тұратында бір-бірлеріңізді өздеріңіз, алғашқы сыншы да өздеріңізге жақсы. Алжар аға, енді өзіңізден бір қонаққа да сұрайық. Жақсы, мен 3 шекті домбыра алып келдім. 2 шекті домбыра. Тамаша, қандай ән орындайсыз бүгін? Мен көп ешкім естімеген бір халық әнін орындап берейін. Бұл ән ешқайда орындалмаған, негізі осы жалпы телевидениеға келіп, әлеуметтік желіде ешкім орындамаған ән екен, сол әннің орындап берейін. Бұл әнді мен әкемнен үйренген едім. Батиқа деген ән, халық әні ғой. Пай батиқайо айдаған ай қой айдоя деп қойыңыздар сіздер. Дәйім менің мінгенім өкілігерге жарасар күмістенер. Алыс аулың кеткенде беу бәтиқа, көзге күйік болады ойнаған жер. Пай бәтиқа қоңыр бел қоз айдаған ай қой айдоя. Айғыр жалды болғандо ат кекілді, көргенім жоқ сұлуды сіз секілді. Исім жұпар аңқиды беу қалқатай, қалампыр сап қайнатқан шай секілді. Пай бәтиқа қоңыр бел қоз айдаған ай қой айдоя деген екен аталарымыз. Маша, енді
домбыраны байқап отырмыз ғой, үш шекті домбыра. иә Үш шекті домбыраның екі шекті домбырадан қандай айырмасы бар? шекті домбыраның Үшінші шегі бар. домбырадан айырмашылығы дұрыс айтады. Үшінші шегі айырма, бұда енді пентатоникалық дыбыс беріп тұрады, бір аса бір айырмашылығы жоқ, сол артықшылығы үшінші шек қой. Әйтпесе екеуінің енді тегі домбыра ғой, аса бір айырмашылық жоқ. Жақсы. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, әнді әкемнен үйрендім деп. Әкеңіз ән үйретті. Енді өздеріңіз де өнерлі жұпсыздар. Сіздерден тараған ұл-қыздарға, енді өзіңіз әке ретінде балаларыңызға қазір не үйретіп жүрсіз? Әке ретінде балаларымыздың бәрі өнер адам болғысы келеді. Енді үйде екеуміз де өнер жолында болғаннан кейін, бірақ оның ішінде де енді ана алуан жүйрік бар, әліне қарай шабады дейді ғой. Сондықтан өзіміз өнер жолында жүргеннен кейін бізден де мықты болғанын қалаймыз балаларымыздың. Бір ана аузында сосқыш бар емес суреттегі ұлымыз. Сол ең кішкентай сол өнер жолын таңдаймы деп ойлағанбыз. Әзірше екі ұл спортта, үшінші қызымыз архитектурада, бір ұлымыз бокста, бір ұлымыз дзюдода күресте, екеуі де жап-жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Сол жаңағы кенже ұлымыз жақында ғана осы Қазақстан Республикасында дзюдодан жасөспірімдер арасында чемпионат өтті. Содан 38 килограммда бірінші орын алды. Тамаша. Осыменен 3-4 жылдың көлемі болды, барған жерінен жақсы орын алып жүр. Сол енді уақыт көрсетеді. Спортта үлкен дүние ғой енді. Спорт деген қазақтың көк туын әлемге желбірететін үлкен дүние, сондықтан уақыт көрсетеді енді. Не спортты таңдайды, не өнерді таңдайды. Әншілік жағынан жаңа дауыс қою, постановка, репертуар таңдау, жалпы өнердің не дүние екенін отбасында жүріп ақта бұлар үйреніп жатыр ғой бізден. Енді ата-ана ретінде бұл жолда өз жетістігінен гөрі балаңның жетістігіне қуанған бірнеше есе көп қой, иә? Иә, тіптен жақсы болады. Өзімізден гөрі бұлар жетістікке жетіп жататын болса, төбемізге көз жеткендей болып жатады ғой. Енді өзіңіз жалпы әскери салада қызмет етесіздер, өнерді қатар алып жүрсіздер. Әскери адамның жалпы тәртібі туралы жаңағында сұрап кеттім ғой, сол туралы толығырақ айтып берейікші. Бұл бір-бірімен қабыспайтын екі бөлек сала ретінде көреміз ғой. Сол отбасы шеңберінде қандай көрініс табады? Енді бұл дүние сыртынан қарағанда жалпы екеуі бір-біріне қайшы келетін, ұқсамайтын дүние болғанмен, ішкі жағынан үңіліп келсеңіз, екеуі бір-бірімен қабысып жатады. Бұл жақта жалпы адам нәтижеге жету үшін, белгілі бір өзінің қалаған армандарын аңсаған мақсатына жету үшін оған тәртіп керек қой. Сондықтан әскери салада осы тәртіп. Тәртіп мысалы біз әбден үйреніп қалған сол дүниеге. Енді мен зейнетке шығып кетсем де әбден бойыма сіңіп қалған. Мен бала кезімнен сол жерде әскери салада өскеннен кейін бұл жерде бізге бұл жерге сағат 8-де келу керек болса, біз 7:45-те осы жерде боламыз. Сондықтан пунктуальность дейді ғой. Анық, нақ, сосын ойында нық болу керек, анық болу керек, ісіңде анық болу керек. Сосын жаңағы жоспарыңды анық болу керек, уақытыңды үнемдей аласың. Әскери салада жүргенмен өнер екеуінің негізгі қабысатын, ұқсайтын жері осы. Сосын берген тапсырманы уақытылы орындайсың, жауапкершілікті мойныңа аласың. Оның жауапкершіліктің қадір қасиетін, оның қаншалықты керек екенін, мемлекеттің қауіпсіздігіне сенің жаңа пунктуальностың, сенің өнеріңнің қажеті, өнеріңнің қажеттілігі, ол сенің өнеріңнің өресі биік болуы. Жаңағы шетелден мемлекет басшылары келгенде айтып жатқан әнің жаңағы шығармашылығың сол мемлекеттің бет бейнесі ретінде көріп, сон жауапкершілікті мол мойныңа алып іс атқаруыңа екеуінің негізгі ұқсастығы осы жерде. Тамаша. Әсел ханым, келісесіз ғой? Келісемін. Жақсы. Рахмет дейміз студиямызға келгендеріңізге, әдемі сұхбат пен өрбітіп, әдемі ән салып бергендеріңізге көп рахмет.